Дорогие гости, дорогие наши мамы, поликлиника №1 распахнула двери нового центра раннего вмешательства и развития ребенка. Бүгін міне бізде Шығыс Қазақстан облысында осындай тарихи сәт болып жатыр. Ерте араласу орталығы біздің нөмір 1 қалалық емханамызда ашылуда. Оның алдыңғы жаңағы балаларды қорғау күніне орай өткен мерекеде мен атап өткен болатынмын. Бізде осындай орталық ашылғалы жатыр деп. Бүгінгі біздің орталығымыз тек қана біздің бүлдіршіндерге емес, сонымен қатар жүкті әйелдерге де өзінің қызметін көрсететін болады. Жалпы осы ерте араласу орталығы ол тек қана жаңағы бала өлімін төмендету емес, сонымен қатар ана өлімін болдырмау да мақсаты осы орталықтың. Бұл жердегі мамандардың барлығы оқытылудан өтті. Ең бірінші біздің мақсатымыз жаңағы ерте жастағы 5 жасқа дейінгі балалары бар жас аналарға және де жаңағы көп балалы аналарға, жүкті әйелдерге көмегі, ол психологиялық, эмоционалдық көмек көрсетеді. Сонымен қатар баланы дұрыс тамақтандыру, скринингтік тексерулерден өту, аудиологиялық скрининг, психофизикалық скринингтерден өту, және де біздің жаңағы мамандарымыз балалар невропатологы, балалар офтальмолога, балалар эндокринолога, осындай мамандардан уақытылы жаңағы бақылауда тұрып, уақытылы ем-домдарын алып, тексеруден өту. Осы орталықтың басты мақсаты осы. Сондықтан енді осы орталықтың мамандарына мен сәттілік тілеймін. Жаңағы осы біздің облысымыздағы, қаламыздағы және аудандардағы біріншілік медициналық көмек көрсететін орталықтарға үлгі болсын деп айтамын. Және де алдағы уақытта бізде жалпы осы облыс бойынша бұндай орталықтар әлі де ашылатын болады. Осы орталықтағы мамандарға сәттілік тілеймін.